Сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. Сабақтың оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Балалар, бүгінгі сабақта білетіндерің сөздерді оқып, түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып үйренесіңдер. Тақырып бойынша мәтіннің не туралы екенін болжайсың. Сабағымыздың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша болғандықтан, сабағымызды сөз дегеніміз не деген сұрақтан бастағалы отырмын. Сөз дегеніміз заттың, сапаның, санның, қимылдың атауы екен. Мысалы, кітап, қызыл, бес, кел сөздерін алайық. Кітап сөзі оқу құралының аты, қызыл сөзі түсті білдіретін сөз, бес санның атауы, кел қимылды білдіретін сөз. Осы сөздер сөйлеу барысында үнемі өзгеріссіз қолданыла бермейді. Сөздер сөйлеу барысында құрамына қарай қосымша жалғанып, сөздің құрамы өзгеріп отырады. Мысалға, мына кітап сөзін алайық балалар. Кітап, кітапты, кітапқа, кітаппен, кітапты. Сөздің өзгермей тұрған бөлігі, яғни сөздің түбірі кітап сөзі екен. Кітап сөзі сөздің өзгермейтін бөлігі екен. Енді осы түбір сөзге өздерің байқап отырғандай т, қа, пен, т деген қосымшалар жалғанып отыр. Сонда балалар, түбір сөздер еш уақытта өзгермейді екен, түбір сөздің мағынасы өзгермейді екен. Ал түбір сөздерге қосымшалар жалғанып, сөздің құрамы өзгеріп отырады екен. Ал енді балалар, осы білгенімізді ары қарай жалғастырып, білімімізді кеңейту үшін мына кестеде сөздер берілген. Кестедегі сөздер сөз құрамына қарай бөлініп жазылған. Міне сөздер шаңғышы, апталы, күні, палуан деген сөздер сөз құрамына қарай түбір, қосымша болып бөлініп жазылған екен. Шаңғышы сөзінің түбірі шаңғы, қосымшасы ш. Апталық сөздің түбірі атта, қосымшасы лық. Күні сөздің түбірі күн, қосымшасы. Палуандар, палуан сөздің түбірі дар, қосымшасы. Ал балалар, енді осы түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көріңдерші. Түбір сөзде мағына бар ма? Бар. Ал қосымшада ше? Жоқ. Ал балалар, енді осы алған біліміміз бойынша қосымша мен түбір бойынша мағлұмат алдық қой, соған қорытынды жасап, ереже құрастырып көрейік. Жаңа ақпаратпен танысайық. Жаңа ақпарат сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз деп айтады екенбіз. Мысалы, күн, жыл, спорт, палуан. Бұл сөздер балалар түбір сөздер. Түбір сөздің мағынасы бар, және түбір сөздер ары қарай өзгермейді екен. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Күні, жылдар, спортшы, палуандар. Ал енді балалар, түбір сөзді сөйлем ішінде жазып келе жатып, оның басқа сөздерден қосымшадан ажырату үшін түбірде мынандай белгімен белгілер қояды екенбіз. Мысалға, күйші сөзінде сөздің түбірі күй сөзін белгімен белгілеп қояды екенбіз. Ол түбір сөз деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді балалар, 33-ші жаттығу бойынша шаңғы жарысында деген мәтін беріліп тұр. Осы мәтіннің тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжап көрейікші. Қане кім айтады?
Арман? Мәтін шаңғы жарысы туралы. Жарайсың, Арман, өте тамаша. Міне мәтін шаңғы жарысы туралы екен. Ал енді балалар, мәтінді тыңдаңдар, мен сендерге осы мәтінді оқып берейін. Шаңғы жарысында ертең жарыс болады деген күні аспанды бұлт торлап, түні бойы қар жауды. Келесі күні бұлт ыдырап, күн жарқырап ашылып кетті. Жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке артына қарағанда ол күлімсіреп қойды. Несіне мәз болады екен? Деді бұл ызалана. Ол алға ентелеп, таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Ол Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тынысы өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Ал енді балалар, сендерге тапсырма. Осы мәтіннің ішінде қарамен жазылған сөздерді табыңдаршы. Қарамен жазылған сөздер балалар: жарыс, күні, күн, жарысқа, Тәуке, Тәукені деген сөздер қарамен жазылған екен. Жарыс сөзі қандай сөз? Түбір сөз екен балалар. Күні, сөздің түбірі күн, қосымшасы. Күн түбір сөз екен. Жарысқа, жарыс сөздің түбірі қа қосымша екен. Тәуке түбір сөз екен. Тәукені, сөздің түбірі тәукені қосымшасы екен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, тағы да жаттығумен жұмыс жасап көрейік. Мына жаттығуда өлең берілген. Осы өлеңді мен сендерге мәнерлеп оқып берейін. Ал сендер мұқият тыңдаңдар. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Бұл жерде де қарамен жазылған сөздер ерекшеленіп берілген екен. Сол қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасына ажыратуымыз керек екен. Енді бұл сөздердің түбірі мен қосымшасына ажыратуды Вен диаграммасына салып көрейік. Қарамен жазылған сөздерді оқи қойыңдаршы. Тамаша балалар. Енді маңдайдан сөзінің түбірі маңдай, қосымшасы дан. Шаңғым сөзінің түбірі шаңғы, қосымшасы қыраттан сөзінің түбірі қырат, қосымшасы тан. Өте тамаша балалар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта не туралы білдік? Бүгінгі сабақта сөз құрамы туралы білдік. Сөз құрамы екіге бөлінеді екен. Түбір және қосымша. Түбір сөздің мағынасы бар екен. Және ол сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлім екен. Түбір сөз. Ал енді түбір сөзге жалғанатын қосымша екен. Ол қосымшаның мағынасы жоқ екен. Бұл қосымша түбір сөзге жалғанатын бөлігі екен. Ал балалар, сабақты түсіндіңдер ме? Иә.